если что кесіп аламыз ғой. Ал енді құрметті ағайын туыс, таныстар, достар, мені көріп отқан. Енді алдың күні, апрельдің 1 күні менің осы немен машина жөндеумен айналысқаныма таза 10 жыл болыпты. Соған 2015 жылы мен осы Алматыдан Қаскелеңге күнде қатынап барып келіп жүретін. БМВ болды ол кезде 34. Сонымен күнде барамын, келемін. Ол кезде сондай бір момент болды ғой. Жаңағы жұмыс жоқ, сондай бір кездер болды енді. Мен ойлаймын енді үлкен буын кішкене орта буын білетін сияқты примерно сол уақыттар сондай болды да. Жұмысқа бір таныс арқылы кіресің, бір ақша бересің, сондай болып қалды ғой деймін. Сондай бір моменттер болды ғой деймін. Содан жаңағы Қаскелеңге барып, ағам дос баласы еді ғой, соған барып, тоже электрик боламын деп үйреніп, соған где-то бір 8 айдай жүрдім қасында. Содан кейін бөлек шығып, мені жұмысты қыста бастадым. Қыста енді электриктар көбіне жаңағыдай енді машинаның печкі жағы, сол жағы көп бұзылғандықтан мен қыста бастағандықтан жұмысты елдің бәрімен машинаның печкісімен айналысады деп ойлаймын. Бірақ енді шындығында ол олай емес. Машинаның жаңағы тоқ жағында жасаймын, бірақ енді әрине білмейтін жерім өте көп, әлсіз жерлерім өте көп. Соған енді бірақ дегенмен неғып жатқан жоқпыз, жаңағы тоқтап жатқан жоқпыз. Енді осымен айналысқанымызға 10 жыл болды, әр нәрсе өз уақытысымен, тәжірибесімен келеді екен. Соған енді осы алдың күні 10 жыл толуына орай мен расымен де көзім жетті. То, что мен енді Алла бұйырса бір үлкен ауқымға, үлкен көлемге шыға алатыныма деген сондай ой келіп жатыр. Неге десеңіздер, қазір мен мына жерде тоже енді әрине өз жерім емес, арендадамын, бірақ дегенмен бір жақсы локация таптым деп ойлаймын жұмыс жерім. Соған осы жерде біз жаңағы неде жасап жатырмыз, машинада жуып жатырмыз. Одан кейін енді машинаның мысалға күн жылығанына қарай химчистка жасауға болады. Химчистканың бүкіл жаңағы керек жаңағы химиясы, расходнигі деп айтамыз ғой, жаңағы кететін материалдары бәрі бар. Жағатын жаңағы кремдері, кожаға жағатыны, пластмасқа жағатыны, сондайлары бар. Одан кейін енді тоже күннің жаңағы енді жылуына, одан кейін артынша суына байланысты кондиционер сұрап жатыр адамдар. Кондиционермен де айналысамыз, бірақ енді дегенмен бәрін прям үтір нүктесіне дейін жасау мүмкін емес енді, бірақ дегенмен біз енді 90% соны жасауға дайынбыз. Кондиционерді жаңағы диагностикасын жасап, жөндейтін жерін жөндеп, одан кейін не қылуға заправкасын жасап, сонымен кондер жасауға болады әрине. Одан кейін енді радиаторлар жуып жатырмыз. Күннің тоже суына байланысты алдыңғы радиаторлар ішінен де бітелуі мүмкін, сыртынан да бітелуі мүмкін. Енді соны жуу үшін шығарып, кәдімгі разбирать етіп жуамыз, қайтадан орнына жинаймыз. Сондай жұмыстар жасап жатырмыз. Енді жаңағы машинаның электрикпін дегенге қарай, жаңағы машинаның тоғын да жасап жатырмыз, қатар бәрін ілестіріп. Енді осы бір тоже осы бір моментті мен енді сезгендей болдым, то что бір осындай бір ауқымға келетінімді. Соған бір қасыма көмекші іздедім, таптым. Қазір сіздердің аттарыңызда немен лайфпен түсіріп жатыр. Соны кесіп, Алла бұйырса, жаңағы нарезка салатын боламыз енді. Содан кейін жаңағы тағы енді біздер енді тоже электрик болғаннан кейін бізге қолымызға көп нәрселер керек болып қалады. Жаңағы мысалға предохранитель тексересің, предохранитель күйіп кеткен болса, ол клиентте болмай қалуы мүмкін. Сол себепті біз оны анда бар, мында бар, аннан әкел, мыннан әкел дегенше, сол предохранительдарды да қолымызда ұстаймыз, лампочканы да ұстаймыз. И сол себепті бізде уже бір своего рода бір не ашылғандай болды да, жаңағыдай бір магазин автоаксессуаров деген сияқты ғой. Енді оны бір автозапчасть деп айтайын десең, бір кішкене бір орны бір қисынсыз сияқты да, сол сөздің. Соған енді авторасходник деген дұрыс сияқты, сондай бізде расходниктарымыз бар, автомагазин бар осы жерде. Одан кейін жаңағы тағы да неге жаңағы тоже мысалы
таза болғанына неғанына қарайтын сияқты. Соған двигательді жуып жатырмыз. Енді бұрындарында мен жуғам, тиктокта менде бар видеолар. Просто әлгі видеоны мысалға басып түсіріліп, жуам деген видео түсіріліп, ол жуып болғаннан кейін түсірілмей қалған моменттер бар. Енді ол уақытта кішкене бір уақыт жетпей қалды деген сияқты сондай ойлаймын. Соған енді бұйырса двигательдерді жуып жатырмыз. Енді ол мен электрик болғаннан кейін оны тоже жаңағы қорықпай жуам. Егер жаңағы бірдеңкесі күйіп кеткен болып, бірдеңкесі бір жарамай қалатындай болып жатса, оның бәріне мен жауапкершілікпен қараймын, ол нәрсеге орнын толтырып беремін, оның бәрі құны төленеді. Так что сіздер уайымдамай жаңағы двигатель жууға да келсеңіздер болады, химчисткаға келсеңіздер де болады. Сол мысалға бүкіл осы Қазақстан бойынша біз пайдаланып отырған химия бәрімізге бір, сол жаңағы компания Мафра. Енді оны кейбіреулер жаңағы Мафра бізге тікелей шетелден кіре алмайды, сол себепті оның атын өзгертіп келеміз дейді, жаңағы Бразерс дейді. Сондай Бразерс болып келеді. Енді бәріміздің бүкіл жаңағы автомойкалар бәріміз пайдаланып жатқан сол бір химия. Енді соған сол химчисткаға келсеңіздер болады. Жаңағы енді радиатор машина қайнай бастайды күннің суына байланысты. Енді сол радиаторды да ішінен сыртынан жуып бәрін как положено реттеп береміз. Тоқ жағын да қараймыз. Одан кейін енді мысалға жағдай бір осы видеоны көріп, мысалға мүмкін біреу жағдай бір сотрудничество дейді ғой, жағдай бір бірігіп бірдеңке істегісі келген болса, без проблем хабарлассаңыздар болады. Біздің енді қазір мына адресіміз, жұмыс орнымыз, локациямыз мына не примерно Сүйінбай Рысқұлова, Руставели 2, дроп 2 деп туристқа терсеңіздер алып келеді осы жерге. Енді мен бұл неде жаңағы Instagram страницам бар, енді оның бәрін мен тоже енді жаңағыдай не сияқты ғой, жаңағы қолмен жұмыс дегеннен кейін енді Instagramға көп қолымыз тимей жатады, бірақ дегенмен бұл видеоның сыртында да, бұл видео өмірдің сыртында да талай нәрселер жасалып жатыр, өмірде болып жатыр, өзгерістер болып жатыр. Енді Аллаға шүкір жаман болдым деп ойламаймын. Сол жаңағы ученик алып, қасыма соны үйретіп қолым ұзарып жатыр. Соған енді сіздер келіп қолдап жерсеңіздер, мен ешқандай қуанбасам, ешқандай бір ренішім, өкпем жоқ. Әрине бәрін енді жаңағыдай бір жігітпен алдында сөйлесем айтады да, меня кто много в городе знает дейді. Сол сияқты енді мен де расымен де қалада көп адамдар біледі, таниды. Соған келсеңіздер болады. Жаңағыдай енді прям жаңағыдай бірдеңке жасатуға болмаса да, хотя бы келіп жаңағы мысалға машиналарыңызды жудыртып кетсеңіздер де болады осы жерге келіп. Енді ары бері өтіп бара жатқан болсаңыздар, примерно Сүйінбай Рысқұлова жақта болса да, енді бұл тиктоктың алгоритмі солай ғой, алады да бұл жаңағы ең осы жерде бір жақын тұрған нелерге лақтырады, адамдарға жаңағы мен жаңағы контактыларыма лақтырады, менде сохраненный контакттарға предлагать етеді. Міне осындай адам жаңағы видео түсіріпті, видеосын көріп, болмаса осы сенің контактың мынандай деп атпен шығады, неде тиктокта шығып тұр, сонымен достасып алсаң болады деген сияқты, жаңағыдай жазылсаң болады деген сияқты. Соған жақын адамдарға лақтырады, контакттарға лақтырады, достарға, таныстарға. Соған енді алыстан ешкім келмейді бұл жерге, осы ең жақын деген адамдар келеді. Енді әрине біз енді Алла бұйырса алда енді айтып отырмын ғой, жаңағы ученик алдым деген сияқты. Сонда ученик алып көбіне жаңағы мен беріп қойған тапсырмаларды жасайды. Енді өзім алда бұйырса видеолар түсіріп салатын боламын. Әрине енді ол да бір шеті маркетинг, бір шеті жаңағы бір своего рода бір жетістікпен бір бөлісу деген сияқты деп ойлаймын. Одан кейін мына киімім енді постоянно бұндай бола бермейді. Енді мына жерге бұйырса біз енді қосып мен қандай киіммен жүретінін салармыз. Енді қыста басқаша киіммен жүреміз, жазда басқаша киіммен жүреміз. Енді біз машина жөндегеннен кейін енді бұндай киіммен всегда жүре бермейміз. Бұндай киім просто жаңағы бір қонаққа барған кезде, сондай кезде ғана кимесек, енді мынандай кезде кимейміз. Соған бірақ енді осындай бір киіммен шыққым келді да. Бір кішкене бір ең алғашқы видео болғаннан кейін бір кішкене бір жақсырақ әсер қалдырайын деп едім. Мені танитын адамдар біледі, постоянно кепка түспейді басымнан. Одан кейін енді біз жаңағы кішкене мына қойып қойған заттарымыз, мына К деп қойған әрпім, мен енді нем Тугистан қарасаңыздар да болады. Жаңағы видеоларда да мен постоянно озвучка жасаймын, жаңағы атап, мен жаңағы өзім енді ойлап тапқан нем, қалай десем болады енді, компаниям, организациям десем болады енді.
сол компрессор деп қойдым. Соған енді мынау на самом деле бір әріптер ғой. Мен қазір санын ұмытып отырмын. Қанша әріп екен? 8 әріп па, 10 әріп па енді ұмытып отырмын. Соның жаңағы бірінші әрбін алып просто қойып қояйықшы деп ше, бір енді осындай бір не жасағымыз келді, жаңағы қалай бір видеоға бір осындай бір дизайн жасағымыз келді. Одан кейін мына жерде жаңағы ана мопедтің шлемі бар еді, енді оны алып қойыпты. Одан кейін ана артымызда прицеп тұр. Енді сондай бір көбіне сондай бір машинаға қатысты, техникаға қатысты бір сондай нәрселермен айналысам. Дегенмен бізде енді білім бір 100% бір білім болмаса да 90% білім бар. Енді басында жаңағы осы күнге енді жеткенмен мен ойлаймын енді әкемнің арқасы деп. Себебі осыны бастағаннан бастап қасымда жүр. Әлі күнге дейін мысалға әкем екеуміз алған наборлар, соны әлі пайдаланамын. Сол әкемнің ақылы, көмегі, сол осы күнге жеткенім сол әкемнің арқасы деп ойлаймын. Енді әлде де алда да жаңағы көп сіздерге информация беретін боламын, ненің қалай болғанын, қайдан келгенін, қайдан басталғанын деген сияқты. Соған осындай бір мүмкін видео енді ұзақтау болып кеткен шығар, ренжімеңіздер, бірақ дегенмен максимально қысқартуға тырыстым. Енді бұның сыртында да бір көптеген бір жаңағыдай бір сұрақтарыңыз болып жатқан болса хабарласыңыздар. Жаңағы мысалға біреу машина сатып айналсам деген болса, предпродажный подготовка жасауға болады. Одан кейін жаңағы тоқ жағын жасауға болады. Енді ол тоғына қатысты жаңағы бізде расходниктардың бәрі бар. Жаңағы айтқандай автомагазин деп ашылдық тоже. Одан кейін жаңағы кондиционерге қатысты, жаңағы химчисткаға қатысты, двигатель жууға болады, машинаның сыртында жуып кетуге болады, жаңағы дисктарымызды отдельно жууға болады. Енді оның специальный бір арнайы өзінің химиясы бар, сонымен жууға болады. Соны осы жерде енді компрессор демекші, жаңағы өзіміздің компрессор бар, жаңағыдай кешір бар, бүкіл жаңағы керек оборудованиенің бәрі бар деп ойлаймын. 90-95%-қа біз көп жұмысқа басынан аяғына дейін жасауға дайынбыз, алла бұйырса. Енді әрине менің де әлсіз жерлерім бар, оны сіздер де ұмытпау керексіздер. Жаңағыдай бір нәрсе келіп мен таба алмаймын, жасай алмаймын деп жатсам, ренжімейсіздер оған. Сол алла бұйырса хабарласармыз. Жақсы, рахмет сіздерге. Нормально түсірілді ма?